жаңалықтарымыз жалғастырамыз. Елімізде көздің көруі нашарлаған адамдар саны күннен күнге артып келеді. Мамандардың айтуынша, әсіресе монитор алдында көп отыратындар күніне бірнеше рет көз бұлшықеттерін жаттықтыру қажет. Жаңалық жалғасқан жоқ, енді басталды. Және күніне бірнеше рет емес, мониторда отыратын адамдарға, үлкендерге әр сағат сайын, ал балаларға әр жарты сағат сайын көзге арналған жаттығуларды жасау керек. Көздің көру қабілетін жақсарту үшін осы теннис ойыны орасан үлкен зор пайдасын тигізеді. Бұны біздің дәрігерлеріміз де мақұлдап отыр. Теннис ойыны көздің көру қабілетін жақсартады деп. Бірақ бұл мақұлданған және дәлелденген ойын түрі. Теннис көздің көруін жақсартпайды, қырағылықты жақсартады. Және ешқандай дәрігер оны мақұлдамаған. Ауыл балдары дәл мұндай бұзақы, жаман балдар емес. Нұрхан аға! Аяғын астына қарап жүрмейсің ба? Жерге сүрте сал енді, ештен кетпейді. Негізінде тезек кез келген жерде жатпайды, және ол алдыңғы кадрларда көрінбеген еді. Біргеңдер. Мына баланың есі дұрыс па? Бірден екі қалпақ киіп алған. Амандасқаннан кейін бірінші уағалейкум ассалам дейді. Екіншіден бірінші кішкентай балалар амандасады. Бірінші міндетті түрде кішілер амандасу керек деген заң жоқ. Қазақтың тақиясы. Тек қазақтық емес, басқа да ұлттарда бар. Тақиялының киімі толықтай дерлік киіліп тұреді, келесі кадрда шешіле қалады. Айтпақшы, ол жақта не істемекшісіңдер? Спорт кешенін ашамыз. Ол оңай болмайды ау. Сен ол жағында шаруан болмасын. Жарайды, сәттілік. Сау бол. Балаларға бизнес бастауға болмайды. Және олардың ақшасы жоқ, несіне бастамақшы? Оның үстіне мейрамхана олардық емес. Болмаса неге есік ашық тұр? Сау бол. Кәдімгідей үлкен екен. Кіріп көрейікші? Тоқта. Мына екі ғимарат бірдей емес пе? Жоқ, олар біреу. Сонда артында ғимарат үшін қанша уақыт жүрді екен? Тұзақ не үшін? Олардың келетін ешкім білмеді емес пе? Баланың қолы қалтасында, келесі кадрда қашып шығып үлгерді. Бала бір қалыпта отырғандай болып көрінгенмен, қимылдап орындарын өзгертуде. Балалар басқа жерден қарап, басқа жерден жүгіреді. Телепортация. Артында ештеңе жоқ еді. Сиыр ұшып келді. Бала келе жатқанда, мына сұлба сол жақта еді, оң жаққа секіріп тұра қалады. Ал енді оң жақта тұрып, басқа жаққа қашып кетеді. Тақия ауадан ұшып келеді. Бұл қандай зат болса да, тіпті алтын болса да, дәл бұлай жарқырамайды. Қыз шетінде кетіп бара жатыр еді, енді орындарын ауыстырып алады. Спорт мектебін ашамын деген бала қыздан таяқ жегені қалай болды? Мына жерді кәдімгідей тазалап қойыпсыңдар ғой? Жиналған түгі жоқ, жай ғана матамен жауып қоя салған. Солай ма? Жығылғанға жұдырық, қаламызда теннис үстелдері жоқтың қасы. Көздің саулығына пайдалы екенін білген халық теннис үстелдерін жаппай сатып алуда. Саудагерлердің айтуынша, спорттың бұл түрін өзге өңірлерден әкелуге біраз уақыт қажет етеді. Не дейміз? Кімді ақымақ қылып отыр? Жаңалықтағы сурет мейрамхананың іші ғой? Тек терезеге қара түспен жауып қойғаны болмаса. Әріптер ренжіп қалған ау шамасы. Теріс қарап қалыпты ғой. Кетіп қалған сияқты.